Саба шәрфіңіз хайырлы олсын. Октябрьнің 20-сы Қарамышғалының 1331 күні студияда Мавилия Мұхтарова çalışам. Сөзде Ахметжет Махкемесі Бақчысырайда тұтылған Қырым татарларының апыз жезасыны шекейтетме аризасыны бақажақ. Отырыш бүгін саат 10-да башламалы. Рифат Алимов, Мемет Белялов ве Марлен Асанов 60 күнге тақиқат үшін незарет алтына алынған еділер. Адвокатлар бұны шекейтеді жегіні білдірген еді. Октябрьдің 11-де Хизбут Тахрир давасы черчевесінде 6 Қырым татары тұтылды. Оларның әвілерінде тінтулер кечірілді. Олар Русияда сақланған Хизбут Тахрир тәшкілетінде іштірак етмесінде қабатлана. Тұтылған Серан Салиевның өмір арқадашы Мумине Салиева мұсылманларға қаршы айырымға бағышланған конференцияда іштірак етті. Ол Австрияда болынып, халқара топлылықны апске алынғанларының тақдыріне диққат айырмасына чағырды. Уже насчитываются десятки уголовных кейсов, сотни административных взысканий. Более 100 детей лишены отцов. Мы призываем сообщество использовать все рычаги давления по прекращению репрессий. Thank you. Қырымда мешур рессам Изет Аблаев вефат етті, оның юрегі хастайды. Изет Аблаев рессамлық қойымжылықнен ұғырашып шиырде язайды. 4 яшында олғанда Қырымдан бұтын халқынен берабер сөрген етілді. Ғұрбетте дегер Қырым татар рессамларындан дер салды, бөлеже күміш еплерін өрмеге өгреніп Қырым татар илванларына япқаныды. Изет Аблаев 77 яшында бұл дүнияны терк етті. Женазесі бүгін Марина қасабасындағы ешіл соқағында қылына жақтыр. Мустафа Джемилев президент берген депутат тоқынылмазлығыны алып ташлап қанун лейхасына депутатлар теклиф еткен весиқадан да ойғын көре. Петро Порошенко миллет векеллеріні 2020 сенесінден башлап тоқынылмазлықсыз қалдырмаға теклиф етті. Айны вақытта Қырым татарларының лидері Мустафа Джемилев реинтеграция қанун лейхасына тенқит етті. О Донбасс ве Қырым меселелерінің айры бақылмасына кесен-кес қаршы шыға. Оның фікірінше, қанун лейхасына рейберлежек олса, андай işgal етілген ярымада да қайт етілмелі. Поэтому вот эта вот программа реинтеграции, деоккупации, нас больше устраивает термин деоккупация, должна в одинаковой форме касаться и Донбасса, и Крыма. Тот проект, который был предложен, и касался только реинтеграции Луганской и Донецкой, сейчас оккупированной россиянами, мы сказали, что это не подойдет, оно должно включать в себя и территорию Крыма тоже. Бұл сене вақтынша işgal етілген Қырымның меморий сыңырындан 100 bin аз машина кечті. Бұл рақамны 2016 сенесінен қияслайлар. Бөлі малимат Девлет сыңыр қызметі тарафындан дершетілді сыңыржылар işgalден соң yolcularының сайысы экселгеніні білдіре. Бұл сене 2 миллион инсан Қырымға кіріп шықты. Бұлтыр ісе yolcularының сайысы 200 bin зәді еді. Харьковде yol қазасының себепчісі олған айдавчының жезасы белгіленежек. 20 яшында Алена Зайцева махкемені СИЗОда ятып, яда азатлықта бұлыны беклейчегі бүгін белі олажақтыр. Лексус айдавчысы yol әрекеті қайделеріні бозғанында шәклене экспертиза қаза вақтында оның айыны қолғанына избатлады. Тақықатшыларының айтқанына көре Зайцева тақықат әлі еш тұтмағаразы олмады, о ұзыне қаршы малимат бермеге істемей, қыз 10 елға азатлықтан марым өтіле біле. О 2 ел девамында машина айдап, yol әрекеті қайделерінің бұзылмасы үшін ең азындан 6 кере пара жазасын алған еді. Алена Зайцева айдаған Lexus машинасы чаршынбе күні ақшам адамларыны қақты, 5 инсан жан берді, да 6 кіші ағыралды хастақынеде болуына. Ичішлер назерінің меслячысы Антон Геращенко yol қазасының себебі әрекет ярышы олабыле деп тахмин ете. Бұны о Фейсбукта білдірді. Оның фікірінше незарет камераларының видеосына бақылса, бұл белі ола. Геращенко 20 яшында Алена Зайцеваның кіміле ярышлашқаны тақықат үшін пек мұймыла деп айтам. Брав участь у перегонах по вечірньому Харкову. Слідство тепер має встановити особу водія ще одного авто, яке брало участь в перегонах. Він буде важливим свідком у справі про встановлення винних у харківській трагедії, за яку настане невідворотне покарання.
Şimdilik bu so'nggi xabarimizdir. Efirimizni sabah yayını devam ete. Atayırlı olunuz.